Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мерекелік дастарханға салат даярлайтын боламыз. Салат өте қарапайым ингредиенттерден тұрады, бірақ дастарханда өте әдемі көрінеді. Жасалуы да өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Салат үшін асылған 2 дана картоп, 1 дана сәбіз, 3 дана жұмыртқа, консервідегі 200 грамм балық және майонез қажет. Консервідегі кез келген балықты қолдансаңыздар болады. Мен скумбрия балығын қолдандым. Алдымен пищевая пленканы 4 бұрышты етіп кесіп дайындап аламыз. Асылған картопты майда үкіштен өткізіп аламыз. Картопты пищевая пленканың үстіне 4 бұрышты жұқа етіп жайып шығамыз. Картоптың үстіңгі бөлігі және жан-жағының барлығы тегіс болу үшін оны шпательдің көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. Картоптың үстіне жұқа етіп майонез жағып шығамыз. Майонездің үстіне үкіштен өткізілген сәбізді төсеп, оны қасықпен біркелкі етіп жағып шығамыз. Сәбіздің үстіне жұқа етіп майонез жағамыз. Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Ақуызын осы сәбіздің үстіне үкіштен өткізіп, сеуіп, оны сәбіздің үстіне 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Жұмыртқа ақуызының үстіне майонезді жұқа етіп жағып шығамыз. Консервідегі балықты вилкамен езіп аламыз. Оны жұмыртқаның үстіне 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Келесі кезекте пищевая пленканың астын көтере отырып, дөңгелек рулет етіп ораймыз. Пищевая пленканы ақырындап аламыз. Рулеттің бетіне жұқа етіп майонез жағып шығамыз. Рулеттің бетіне жан-жағына сарыуыз сеуіп шығамыз. Рулетті кесіп, тарелкаға салып, дастарханға ұсынуға болады. Мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан пайдалы кеңестерді таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.